Содан кейін теңіз уже соқта теңіз 60-шы жылдан бастап теңіз кетіп жатыр ғой, оны ешкім білген жоқ. Последний раз 1977-78 жылдары. Аралдың жағдайын бұл кезде ешкім ойлаған жоқ. Бұл кеуіп қалада осындай катастрофа, экологический жағдайға ұшырайды бұл кезде ешкім ойлаған жоқ. Менің есімім Абылайхан, фамилиям Құлмұратов. Ол солтүстік Арал теңізі бөгетінде инженер болып жұмыс істеймін. Арал теңізінде құйып тұрған екі өзеннің суын ирригацияға есепсіз пайдалану салдарынан 1989 жылда Арал теңізі екіге бөлінді. Ол кезде теңіз қайтып кеткен бұл жерде. 76-шы жылы. Теңіз кішкентай теңіз, ащы суы. Қиналдым. Мен қиналып балықтан шықтым. Балық аулап жүрген жерінен. 87-ші. Жаңағы шөптің басы тұзданады да. Содан келіп жеген мал, соны жеген мал. Соленый деген ауруға тап болды. Ана шөптің тұздылығы көбейіп. Басы ауырады. Басы ауырып, айналып, басын жергіреді, сонымен өледі мал. Мен 15-16 мал жоғалттым мен. Сондай түйеден түйе. Ауырып өлді. Қайтып келіп жатыр. Ол ана Дарияның бөгілгені. Ұлы теңіз бенен кіші теңіздің ортасындағы плотинаның бөгілгенінен әуелі ана кіші аралға су жиналды. Су жиналып тұшыды. Балықтар келді. 99 жылы ол құмнан бөгілген бөгетті бұзып кетті су. Бұзғаннан кейін кетіп қалды. Сөйтті де соны Қазақстан үкіметі қолға алып, бүкіл дүниежүзілік банкпенен Қазақстан Республикасының президенті Назарбаевтың қолдауыменен шлюз салынды. Шлюз салынғалы халықтың жағдайы жақсы. Кеткендерден келгендері де бар, көшіп келгендері. Менің өзім 3 үй көшіріп әкелдім. Балық аулап жатыр. Сосын ақша табады балықтан. Қазір елге свет келді 2009 жылы. Телефон келді. Соның бәрі осы теңіздің келген берекеті. Атым Маржан, Байбол қызы. Осы Арал ауданында тудым. 1948 жылы. Аралда орыстар көп болды. Мен өзім орыс мектебінде оқыдым. Орыстардың бірге сол класста қазақпен бірге біз мектепте оқығанда бір класста 2 қазақ болатын еді. Ары кетсе 3 қазақ болады. Қалғандардың бәрі орыс, украин, белорус, армяндар болды бізде. В общем, многонациональный болды ғой. Солардың бәрі кеше Арал кеткеннен кейін барлығы да кете бастады. Барлығы өздерінің елдеріне қашып көшті. Қазір мен тұране қаңырап, заводтар тұр. Зданиялар бәрі дым жұмыс жоқ, өліп қалған кәдімгі. Мертвая тишина дейді, орысша айтқанда.
барлығы көшті. Қазір біздің аралда қазақтар қалып отыр. Біз қайыққа барамыз? Еш жаққа бара алмаймыз. Осы жақта қаламыз. Айтып жатыр ғой жан жақтан. Сақтап қалса, сақтап қалсын, халықтың наны ғой ол деген. Мүмкін сол немереміздің немересі көре ме, оны айтып отырмын ғой.